Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін үй жағдайында дәмі өте керемет болып шығатын томат пастасын дайындаймыз. Барлық тағамымызға дәмі керемет болып шығатын томат пастасы үй жағдайында дайындаймыз. Достар, мен арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, каналымның дамуына үлес қоса отырыңыздар. Ең алдымен қызанақтарымызды жуып тазалап аламыз. Мұнда менде 3 килограмм қызанақ. Керек емес жерін барлығын алып тастап, 4 бөлікке бөліп, ет тартқыштан өткізуге дайындап аламыз. Мінекей достар, барлық помидорларымызды турап алдым. Енді кезекте барлығын ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Мінекей достар, барлығын ет тартқыштың көмегімен өткізіп алдық. Ендігі кезекте таза ыдысымызға ситамыздан өткізіп, дәнегінен, яғни қабығынан тазартып алатын боламыз. Ситамыздан өткізу кішкене уақытымызды алады, бірақ мен барлығында өткізіп алдым. Мінекей достар, мен барлығында өткізіп алдым уже. Осылай менде жарты кастрөлдей шықты. Енді осыны отымызға қойып қайнатып аламыз. Арасында қозғап тұруды ұмытпаңыздар. Мінекей менде қайнап шықты. Ендігі кезекте осы қайнатпамыздың үстіне бір ас қасық 6% уксусымды, сіркес қышқылын, яғни бір ас қасық тұзымды, бір ас қасық қантымды салып алдым. Басқа ештеңе де қоспайсыздар. Осы үшеуімен дәмі керемет болып шығады. Өте баяу отта 2 сағаттай қайнатып алдым. Арасында қозғап тұруды ұмытпаңыздар. Көбігін алмайсыздар. Дәл осылай қайната берсеңіздер, өзі қоюлана түседі. Мінекей достар, менде уже қоюланып жатыр. Яғни дайын болып қалды деген сөз. Мінекей достар, өте қою болып, әдемі қоймалжың массаға айналды. Менің томатым дайын. Енді осы томатымызды, банкаларымызды стерильдеп, банкаларымызға құйып алатын боламыз. Мінекей достар, бұл суығаннан кейін тағы да қоюлана түседі. Мен 2 банкамды сақтаймын қысқа. Қыс мезгілінде рақаттанып отырып, асыма қолданатын боламын. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.